Жындыхана асханасында жындылар тамақ күтіп отырады. Олардың алдарына аспазшылар бос тарелкалар мен қасықтар әкеліп қояды. Жындылар әдеттеріне салып, қасық пен бос тарелкадан тамақ ішіп жатқанды сатырлатып жатады. Тек біреуі ғана ішпей отырады. Аспазшы, мынаның есі дұрыс-ау, деп қасына барып, сен неге ішпей отырсың, десе жынды. Суысын деп отырмын, депті. Иесі жоқ үйге ұры түсіпті. Заттарды қаптап жатса, тордың ішіндегі тоты құс, кеша бәрін көріп тұр, деп қақсап отыр екен. Ұры торды орамамен жауып тастапты. Тоты құс, кеша деген мен емес, кеша деген төбет, кеша, фас деген екен. Түнде әйелімен күйеу, жаным, ұйықтап қалдың ба? Жоқ, онда маған қарап жатшы. Қойшы, сен сарымсақ жедің. Маған қарап жат деймін, сен горох жедің ғой. Испанияда мынандай дәстүр бар. Отбасында сәби пайда болғанда, оның туыстары терезеден бір шелек қоқысты лақтырады екен. Сол сәтте бірінші өтіп бара жатқан адам қандай сөз айтса, балаға сондай ат береді екен. Сондықтан испандықтардың көпшілігі Хулио Педрос Кончитас екен. Бүгінгі күнге кеңес. Егер біреу күлсе, онымен бірге күліңіз. Егер біреу ән айтса, онымен бірге ән айтыңыз. Егер біреу ішсе, онымен бірге ішіңіз. Егер біреу жұмыс істесе, оған кедергі жасамаңыз. Автобусқа отырған бір оқушы кондуктордан 2 билет сатып алады. Кондуктор одан, балақай, неге 2 билет алдың, деп сұрайды. Оқушы, біреуін жоғалтып алсам, екіншісін көрсетемін, деп жауап береді. Кондуктор, ал екіншісін жоғалтып алсаңшы, дегенде бала, онда менде проездной бар, деп қалтасынан бір айға арналған жол жүру билетін көрсеткен екен. Әй қатын, неге мен осы үйде не болып жатқанын үнемі соңғы болып білемін, а? Баланы оятасың. Қандай баланы? Қойбағаров, кәне сен айтшы. Алдыны 5-ке көбейткенде қанша болады? 30. Дұрыс-ақ. Ал 5-ті 6-ға көбейткенде қанша болады деп ойлайсың? Онысын білмедім, ағай. Бір кісі дәріханаға келіп, былай деп сұрайды. Сізде ацетилсалицил қышқылы бар ма? Аспирин ба? Иә, бар. Иә, аспирин беріңізші. Атын ұмытып қала берем.